Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге таң жарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі тойымды ас. Шымкент өңірінде өте көп жасалатын хит тамақтарының бірі нан салма немесе майқамыр деп аталатын керемет ас әзірлейміз. Ең алдымен майқамырымызды дайындау үшін бізге етіміз қажет. Етімізді жақсылап жуып, турап дайындап алдым. Және пиязымызды да 4 бөлшектетіп дайындап алдық. Сәбізімді де майдалап 4 бөлшектетіп турап алдым. Ең алдымен пайдливін дайындап аламыз майқамырымыздың. Қазанымызды отқа қойып, сұйық майымызды құйып, майымыз қызғасын. Етімізді дайындап алған салып, жақсылап қуырып аламыз. Араластыра отыра. Неғұрлым көптеп қуырсаңыздар, тамақтарыңыз соғұрлым дәмді болып шығады. Осылай жақсылап қуырып алдым. Енді пиязымызды саламыз. Араластырамыз. Осылай 10 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырып, 1-5 минуттай қуырып, томатымызды саламыз. Мен үйде жазда жапқан сетсевели қостым. Томаттарыңыз болса, томат қосуға болады. Үйде жапқан томаттарыңыз болса да, томатымызды қосып, жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Үстіне суымызды құйып, сүйегіміздің беті жауық тұру қажет. Осылай бетін жауып, қайнатуға қойып қоямыз. Осылай қазаным жай қайнап тұр. Етіміз піскенсе осылай жай қайнатып, үстіне картошкамызды да 4 бөлшектетіп турап саламыз. Тұз қосамыз. Мен етім тұздалғандықтан көп қоспадым. Дәміне қарай көресіздер тұзды. Осылай бетін жауып, қайнатуға қойып қоямыз. Енді қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға 100 грамм суымызды, тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, тығыз қатты қып, еттің қамыр сияқты қатты қамыр илейміз. Құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Ол бірақ негізі міндетті емес, үйдегі адам санына қарай көресіздер. Осылай қатты қып қамырымызды илеп, пакетімізге салып, 10 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. 10 минуттан кейін қамырымызды алып, иінін қандырамыз. Тағы да пакетке салып, 5 минутқа қойып қойдым қамырымды. Қазанымыз қайнап жатыр жайлап. Енді қамырымызды алып, қамырымызды жайып аламыз. Осы уақытта бір ыдысқа кастрюлемізге суды құйып, қайнатуға қойып қоямыз. Қамырымыз жайып болғанша. Екі шетін баса отыра, жол қағып, қамырымызды жайып аламыз. Осылай қамырларымызды жайып аламыз. Бір келкі қып. Он сеуіп отырап жайып алдым. Енді сәл он сеуіп ортасына. Қамырымыздың ортасын кесіп, тағы ортасын кесіп. Осылай ұзын қып турасаңыздар да болады. Мен бірақ ортасын тағы кесіп, видеода көргендеріңіздегідей кесіп. Осылай. Бұл міндетті емес, негіз кессеңіздер де болады, кеспеуге де болады, бірақ мен үйде өзіміз кесемін.
осылай қамырларымыздың бәрін кесіп дайындап алдық. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шыққан. Қазанымыз қайнап жатыр, подлиміміз дайын тұр. Тұзымызды салып, қамырларымыздың барлығын саламыз. Араластырып, қамырымызды қайнатуға қойып қоямыз. Қазанымыз қайнап жатыр. Көпірігі кеткесін қамырымызды аламыз. Осымен қамырымыз пісті. Енді қамырымызды алып, барлық қамырымды алдым сүзіп. Осылай бірлеген шығады. Осы рецептпен істесеңіздер, біржоладан. Осылай подлиміміздің бетіндегі майларын, қамырымыздың ортасын барлығын ашып, майын құйып шығамыз қамырымызға. Осылай жағып, подлимді енді майымызды жағып болғасын, бетіндегі дайындалған подлиміміздің барлығын қамырымызға саламыз. Картошкасы езіліп, әдемі болып шығады. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шыққан, әрі дәмді. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап көріңіздер, барлығы жанынан көңілінен шығады. Керемет тойымды ас. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош, сау болыңыздар.